Ол 7 жасқа келгенде анасы Ақсуы қайтыс болады. Сөйтіп ол Қарақалпақстандағы Горький атындағы жетімдер үйінде оқуын жалғастырады. Оны бітірген соң Низами атындағы педагогия институтқа түседі. 1929 жылы Ташкенттің Низами атындағы педагогия институтының қазақ тілі мен әдебиеті факультетін бітіреді. Өмірінің соңғы жылдарында Қазақ жазушылар одағының әдебиетті насихаттау бюросында ұйымдастырушы қызметін атқарады. Ақын отбасында 3 қыздың ішінде жалғыз ұл болып берке өседі. Bir қызығы өзінің де 3 қызы бір ұлы болады. Ақынның жары Үрнесанның айтуы бойынша бір тойым бар деген өлеңді төлеген жұбайы тағы бір ұл баланы неге әкелсе деген арман тілекпен шығарған екен. Өте жақсы, иә. Өмірінің соңы. Төлеген Айбергенов Алматыға келгеннен соң 2 жылдан кейін жазушылар одағының насихаттау бөліміне жұмысқа тұрады. Қызы Салтанат былай дейді: әкем Қарақалпақстанға қазақ ақындарының кездесуін ұйымдастырмақшы болды. Біз Қарақалпақстанға кеш болардан бір ай бұрын ғана бардық. Өйткені әкемнің өз туған жеріне де баруы керек болды. Басқа ақын жазушыларды күтіп алып, кешті ұйымдастыру қажет болды. Сол кезде ол ауырып жүрген, бауыры ауырды, бірақ ауруына еш мән бермеді. Менің мектепке баратын кезім еді. Салтанды өзім мектепке ертіп апарамын, бірге сабағында отырамын. Өңкей ішінде өзге ұқсап отырамын ғой деп әзілдейтін. Бірақ ол арманына жетпеді. 28 тамыз күні бақилық болды. Бұрын дәрі ішіп көрмеген адам еді. Бас аяғы бір айдың ішінде аурудан құлады. Мен ол кісіге көседі дегенге сенемін дейді оның қызы. Көз тиіп дегенге сенемін. Яғни 30 жас жасаған біздің ақын не балдар. Ары қарай. Ақынның Аруана бауыр дүние атты жыры шетелде жүрген бауырларымыздың жүрегін тербетті. Оларға отанға деген махаббат, сағыныш, ыстық сезім сыйлады. Төлеген Айбергенов туралы Әбіш Кекілбаев Төлеген творчествосы өлімді жеңіп шыққан өмір шаттығының жыры деген екен. Өте тамаша деректер, иә, балар. Ешкім қайындамай жоқ. Сондай тамаша деректер жазып беріп, кәне балар, қоржынымызға ұпайларымызды салып отырамыз, иә, балар. Тамаша. Келесі енді балар, осы Төлеген Айберген сағыныш өлеңіне сөз жазған,